Эссе кіріспе негізгі бөлім, қорытынды бөлімнен тұратынын айтқан YouTube'да өте көп видео бар. Олардың бәрін қарап шықсаң да, эссені дұрыс форматта жаза алмайсың. Неге? Себебі эссенің кіріспе негізгі бөлімнен тұратынын, ал қорытындыда қорытатыныңды өзіңде білесің. Бірақ әлі бір түрлі эссе жазуды үйрене алмайсың. Себебі эссе жазу үшін эссе не екенін білу жеткіліксіз, қай бөлімі қалай жазылатынын дұрыс үйрену керек. Кино өнерінің саңлағы Дэвид Линч үлкен балықты ұстау үшін тереңге қарай жүз деген сөзі эссе жазуға да қатысты. Ол жазу туралы былай деген: миыңыз жазу өте қиын, қиналып кеттім деуі мүмкін. Оған, яғни миыңа келесі сөйлемді жазу арқылы жауап бере аласың. Эссенің не екенін айта бергенше, эссе қалай жазылатынын іс жүзінде, тәжірибеде жазып үйрену маңызды. Эссе сұрыптап сүзілген естісөз видеолары эссенің қандай бөлімдерден тұратынын айтып қана қоймайды, қай бөлім қалай жазылатынын тәптіштеп көрсетеді. Эссе деген не екенін біле тұра, эссені дұрыс форматта қалай жазылатынын қарайтын видео іздеп жүрсең, эссе сұрыптап сүзілген естісөз видеоларынан үйренуге болады. Естісөз каналыма жазылып, ұнаса лайк басып, басқалармен де бөлісе кетіңіз. Эссенің тақырыбында айтылған мәселе, пікір мидағы ес деп аталатын сүзгіштен өткізіліп, қосымша анық емес жерлер алынып тасталып, 2 немесе 3 дәлел келтіріліп жазылады. Эссе жазған адам айтайын деген мәселені тақырыпта нақты ашып, әсерлі жеткізуді көздейді. Бұл мақсатқа әсерлі естісөз айту арқылы ғана жетуге болады. Жалпы ес сөзі интеллект, ойлану, іс-әрекетіне талдау жасау секілді адамның ақылы мен санасына қатысты айтылған. Олай болса, эссені жазбастан бұрын миға келген көп ойлардың ішінен тақырыпқа байланысты ең негізгісін, ең бастысын таңдап алу керек. Міне сондықтан жазатындарды сұрыптап, сүздіп, мидағы ес деп аталатын електен өткізіп, анализ деп алатын болғандықтан эссені сұрыптап сүзілген естісөз деп атадым. Эссе танып, талдап, одан кейін есі дұрыс адамша ой қорытқан бір мәселе жөнінде жазылады. Эссе сұрыптап сүзілген естісөз видеоларымда эссе жазудың қазақша әлі айтылмаған қыр-сыры мен эссені жазуда көңіл бөлу керек тұстары жайлы айтамын. Алдымен, эссе тақырыбын нақты түсініп, не жазатыныңды ойлап аласың. Егер бір пікір туралы болса, қай пікірді жақтайтыныңды ашық, нақты білдіресің. Эсседе айтылған тақырыпқа қарсы пікірдесің бе, жоқ жақтайсың ба сұрақтарына жауап беретіндей жазуың керек. Сенің эссеңді оқыған адам тақырыпқа сенің тікелей қатысыңды сезіну керек. Эссе жазудың бірінші сатысы ойша болсын, эссенің құрылысының картасын жасап ал. Эссе құрылысының картасы эссенің сыртқы пішіні, келбеті десе де болғандай. Кіріспе бөлімінде тақырыпты танып, эссе тақырыбының мәні, маңызы, не үшін керектігі туралы жалпылама 2-3 сөйлем жазасың. Тақырыпқа сәйкес тарихи, әлеуметтік байланысты көрсет. Тақырыпқа қатысты теория немесе зерттеуді ұсын. Бір пікірталасты жақтау, қарсы шығу секілді әртүрлі жақтарын ашып жаз. Тезис кіріспе бөлімінің соңғы сөйлемі. Эссеңіз не туралы екенін көрсететін осы сөйлем. Дәлелдеп, ашып көрсететін сенің пікірің мен ойың. Негізгі бөлімде эссе тақырыбы бойынша айтатындарыңды айт. Тезисте айтқандарыңды негізгі бөлімде дәлелде, пікіріңді, ойыңды айт. Эссе жазып бастағанда көптеген ой лықсып келіп, қайсы бірін жазарыңды білмеуі мүмкін. Миыңа сан түрлі ойлар келеді. Осы жерде армандарың мен ойларыңның бәрін жазып кетудің керек жоқ. Арманымның бәрін жазар болсам, дәптерге сыймас еді. Тұп-тура қожа айтқандай. Негізгі бөлімде менің эссе сұрыптап сүзілген естісөз деген анықтамамды еске ал. Миыңа келген көп ойлардың ішінен тезисте айтқан пікіріңді дәлелдейтін 2, ары кетсе 3 дәлелді сұрыптап, ой елегінен өткізіп сүзіп ал. Пікіріңді дәлелдер, салыстырулар және анализдер келтіру арқылы дәлелдеп жаз. Негізгі бөлімде міне осы аргумент дәлелдеріңді айт. Жалпы эсседе 1 кіріспе, 2 немесе 3 негізгі бөлімде, 1 қорытынды бөлімде, 4-5 абзац болады. Әрбір абзацтарың бөлініп, абзац секілді тұрсын. Азат жолдан басталып, әр абзацта аргумент дәлел айтылсын. Абзацтың соңғы сөйлемі осы аргумент дәлелді қорытып кетсін. Қорытынды бөлімде тақырыпта айтылған мәселе бойынша ғана қорытынды жаса. Жаңадан ой, пікір айтудың керек жоқ.
тақырыпқа байланысты ұсыныс айтуға болады. Мен таңдаймын, мен ұсынамын деп қорытындылайсың. Қорытып кетсем, бірінші эссенің картасын жазып ал, немесе ойша белгілеп ал. Эссең жылдық есеп секілді ұзап кетпесін. 2, ары кетсе 3 дәлел аргумент айт. Кіріспеде тақырыпты айт. Сол тақырыпқа қатысты көзқарасыңды білдір. Негізгі бөлім 2 немесе 3 дәлелден тұрсын. Қорытынды бөлімде осы дәлелдерінен шыққан қорытындыны қорытып жаз. Жаңа мәселе айтпа. Осылайша эссе картасын жазып алып, сол бойынша жазсаң, саған сол жол нұсқаушы нені жазатыныңды көрсетуші болады. Эссенің кіріспе бөлімі қалай жазылатыны туралы эссе сұрыптап түзілген ести сөз курсының келесі видеосында айтатын боламын. Ести сөз каналыма жазылып, лайк бассаңыз, эссе қалай жазылатыны туралы келесі видеоны елдің ең алдымен қарайтын боласыз. Видеоның соңында үлгі ретінде берілген "Мен тәуелсіз елдің бүгінгі ұрпағымын" үлгі эссесін егер оқушы болсаңыз, өзіңізге жазып алып, бүгінгі видеода айтылған эссе бөлімдерінің қалай жазылғанын қарай аласыз. Ал мұғалім болсаңыз, балаларға эссе жаздырғанда неге аса мән беру керек екенін көре аласыз. Ести сөз каналыма жазылып, лайк бассаңыз, эссе жазудың қыр-сырын айтатын эссе сұрыптап түзілген ести сөз курсының келесі видеосын елдің алды болып көре аласыз.